Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1998 жылғы 20 қаңтардағы жарлығына сәйкес 22 қыркүйек Қазақстан халықтарының тілдер күні ретінде аталып келеді. Сіздерді Қазақстан Республикасы халқы тілдерінің күні мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Құрметті қазақ елі, баршаңызды мерейлі мереке Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер күнімен құттықтаймын. Мен 8-ші Б сынып оқушысы Ерлан қызы Данира. Ана тілім ғажап деп айта аламын. Жәннаттай жан балықта жай табарым. Шырқатып ғұмыр бойы айтар әнім, келеді толас таппай қайталағым. Тозбайды, сыны кетіп сұры қашып, біз әлі қанған жоқпыз сырын ашып. Қазағы қадіріне жеткен сайын жайнайды ертеңгіден нұрын шашып. Деп Мұзафар Әлімбаев атамыз айтқандай, біз әлі қазақ тілінің сырларын тереңнен зерттеп болған емеспіз. Қазақ тілінің қыр-сырларын зерттеп болу үшін бізге әлі талай уақыт қажет. Тілі бар елдің өзі бар дейді. Шүкір, ризамын. Осындай қазақ елімнің, қазақ тілімнің, қазақ жерімнің барына. Ата-бабамыз қаншама ғасырлар бойы осы тілімізді, елімізді, жерімізді сақтап қалу үшін қасық қаны қалғанша күресіп келді. Басынан қаншама қиындық өткерді. Және кейінгі ұрпақ біз оны өте жақсы білеміз, және де түсінеміз. Я, өз елін сүйетін, өз тілін қадірлейтін ұлттан ғана болашақта патриот азаматтар туатынына мен сенімдімін. Өз ана тілін жетік білетін нағыз қазақтар көбейе берсін дегім келеді. Добрый день, уважаемые коллеги и учащиеся. 22 сентября наша страна традиционно отмечает День языка народов Казахстана. Язык – это опора дружбы, особый инструмент, способствующий сближению народов. Русский язык Республики Казахстан является языком межнационального общения. Знание русского языка сближает народы нашей независимой республики, укрепляет дружбу с народами других стран. Русский язык – это красивый, певучий, богатый язык. Любой язык по-своему велик, бесценное наследие вековое. Так берегите свой родной язык, как самое на свете дорогое. Мен Үшарал қаласының номер 1-ші орта мектебінің ағылшын пәнінің мұғалімі жас маман Рахимжанова Аяулы. Сіздерді бүгінгі келіп жеткен тілдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Every day on the 21st of September, our country celebrates Languages Day. One of the country's main priorities is the development of trilingualism, and all of us are expected to speak Kazakh, Russian and English. There are several reasons why speaking more than one language is beneficial. Firstly, it opens limitless opportunities in education, as you can have access to world libraries and learn from the best teachers at any place of the globe. Secondly, you can travel around the world and communicate with locals freely. What's more, by speaking their language, you understand their culture better. Another upside is that leisure activities like watching TV or YouTube videos are not restricted to your mother tongue, and you can enjoy your favorite film in the language of the original. As you can see, there are no limits to the benefits of multilingualism, and knowledge of language is our treasure. I sincerely want to share my favorite quote from Flora Louise. Learning another language is not only learning different words for the same thing, but learning another way to think about things. My dear colleagues and students, I congratulate you on this day and wish you success in this fascinating language learning journey. I believe you can achieve incredible results and make your dreams come true.